Ауызашардың екінші күні мантыны екі түрлі тәсілмен түйіп пісіретін боламыз. Рецебін міндетті түрде сақтап алыңыздар, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызға тұз, бір жұмыртқа, салқын суымызды қосып, орташа тығыздықтағы қамырды илейміз. Дайын болған қамырды 15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырды кішкентай бөліктерге бөліп, тағы да 10-15 минутқа пакетикке салып қалдырамыз. Келесі кезекте қамырымызды енді орташа қалыңдықта жайып аламыз, салмасын саламыз, салмасына тартылған ет, пияз және де дәміне қарай қарабұрыш, тұз салып жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар осы видеода көрсетілгендей етіп мантымызды түйіп шығамыз. Таяқшаны манты піскеннен соң алып тастайсыздар. Ендігі кезекте мантының екінші түйілу тәсілін көрсетемін. Үлкендеу көлемдегі қамырымызды барынша жұқалап жайып дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей кәдімгі пақлаваның формасын жасаған секілді жасап дайындап аламыз. Ортасына салмасын салып түйіп шығамыз. Қыздар міндетті түрде түйіп болғаннан соң мантының бетіне сұйық майды молырақ етіп жағыңыздар. Сол кезде піскеннен соң жұмсақ сочный болып шығады. Барлығын түйіп болғаннан соң манты қазанымыздың листіне жайғастырып, қайнап тұрған суда 45 минут көлемінде пісіреміз. Өте дәмді және де сочный болып